Мәжілістің жалпы отырысында Аманжан Жамалов әйелдердің зейнет жасын төмендетуге байланысты ұсыныс айтып, үкімет басшысының атына депутаттық сауал жолдады. Статистика бойынша соңғы 3 жылда әйелдер арасында өмір сүру ұзақтығы 77 жастан 75,5 жасқа дейін, яғни 1,5 жылға азайғанын еске салған депутат, әйелдердің зейнетке ерте шыққаны дұрыс деп санайды. Еліміздегі әр әйел орта есеппен алатын болсақ, 3 баланы өмірге келеді. Осы кезеңде тиісті жарна аударылмағандықтан, олардың зейнетақысы да жоғары болмайды. Бұл ретте әйелдердің зейнетке ерте шығуы түрінде жеңілдік жасау керек. Дегенмен мұндай құқық заманауи жағдайларды ескере отырып, әділ түрде ұсынылуы керек дейді депутат. Оның айтуынша, қазір 5 және одан да көп бала туған, оларды 8 жасқа дейін тәрбиелеген көп балалы аналар ғана 53 жастан зейнетке шығады. Менің ойымша, жоғарыда аталғанды ескере отырып, үкімет баласы бар аналардың зейнетке шығу жасын азайту ұсынысын қарастыруы тиіс. Өмірге келген әр бала үшін зейнеткерлік жасты 2 жылға азайтқан жөн. Алайда 10 жылдан аспайтын мерзімге төмендету керек. Осы орайда 3 баласы бар әйел зейнетке 6 жыл ерте шыға алатын болады, деді Аманжан Жамалов.